Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып математика сабағы. Бүгінгі сабақ көрден алдын каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Ғарышты бағындырушылар. Бірінші есеп кесте бойынша сұрақтарға жауап бер. Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтың сағат пен өлшегендегі ұшу ұзақтығы қандай дейді. Ал Талғат Мұсабаевтың тәулікпен өлшегендегі жалпы ұшу ұзақтығы қандай дейді. Енді бұл жерде айтылған, мысалы, ғарышкерлер Тоқтар Әубәкіров Союз ТМ деген 13 деген кемемен ұшқан, 7 тәулік 22 сағат болған. Ал Талғат Мұсабаев бірінші ұшу Союз ТМ 19 бен 125 тәулік, ал екінші ұшуында 207 тәулік жүрген, ал үшінші ұшуында 7 тәулік 22 сағат жүрген. Ал Айдын Айымбетов Союз ТМ 18М деген кемемен ұшқан кезде 9 тәулік 20 сағат болған екен. Енді біз бұл жерде Тоқтар Әубәкіров пен Айымбетовтікін, мына кісімен Айдын Айымбетовтікін сағатпен өлшейміз. 9 тәулік дегеніміз бұл 9 тәулік дегеніміз бір тәулік 24 сағатқа 24-ті 9-ға көбейтеміз. 24-ті 9-ға көбейтеміз. Сонда 6, 4-ке 9 көбейтсек 36 болады. Үш ойда 2, 9, 18, 21 болады. 216 сағат қосамыз 20-ны 236 сағат болады екен. Айдын Айымбетовтың ұшу ұзақтығы 236 сағат болады екен. Ал Тоқтар Әубәкіровтікі 7 тәулік болса, 7-ні 24-ке көбейтеміз. 4-ке 7-ні көбейтсек 28, 2 ойдағымен 14, 16 болады. 168 қосу 22 сағат қоссақ 10, бір ойдағы 9, және 190 сағат болады екен. Тоқтар Әубәкіровтікі 190 сағат ұшыпты. 190. Ең соңғысы бұл Талғат Мұсабаевтың, енді бұны тәулікпен есептейміз. 125, 207-ні қосамыз. Және 7 тәулік қосамыз. 22-ні 12-ге қоссақ, 22-ні қоссақ 44, 44-ке 12-ні қоссақ 6, 56 болады. 56 сағаттың неше тәулік болады? 56 сағат. 56 сағатын тәулікке бөлеміз. 48 сағатын мысалы 2 тәулік болады. 2 тәулік 8 сағат болады екен. Келесі есебіміз екінші есеп өрнекті баған түрінде жаз және есепте дейді. Біз көбейту амалдарында, бөлу амалдарында баған түрінде есептейміз. Біріншісі 14-ті 5-ті көбейтеміз, 70 болады. 18-ті 4-ті көбейтсек 72 болады. Бұны көбейтуін 8-ті 4-ті көбейтесіздер 32 болады. 3-ті жазбай тұрамыз, бір ойда сақтап тұрамыз. 1-ге 4-ті көбейтсек 4, 3-ке қосамыз 7 болады. Осылай көбейтеміз балалар. Ал 20 мына жерде бөлу бар. 96-ны 6-ға бөлсек, бірінші алдымен 10-тықтан аламыз. 9-ның ішінде 6 біреу. 6 түседі, 9-ны 3-ті алсақ, 9-ның 6-ны алсақ 3 болады. 3-ті мұна 10-тық бірлік түседі 6. 36 болады, 36-ның ішінде 6 болады. 36 азайту 0 болады. Сонда жауабы 16 болады екен. Қалған есептердің барлығында осылай шығарасыздар. Ендігі үшінші есебіміз 14. Бұл сантиметрдің көбейтеміз, дұрыстығын тексереміз. 14 сантиметр көбейту 3, 42 сантиметр болады. Енді 42-ні бөлеміз 3-ке, осының дұрыстығын дәлелдейміз.
10-нан береміз, 1 болады, 3 түседі. Мына 1 болады, 2 түседі. 12-нің ішінде 3-і 4 болады. 12 тең 0 болады. Енді жауабы 14 сантиметр екен. Дұрыс екен, я? Мына есебіміз дұрыс шықты. Осы қалғандарының бәрін көбейтіп, осылай дұрыстығын дәлелдеп шығасыздар, балалар. Бөлуді көбейту ретінде тексересіздер. Ал мына көбейтулерді қайтадан өзіне бөлу арқылы тексеріп аласыздар. Келесі 4-ші есебіміз теңдеулерді шеш. X бөлінген 9 x бөлінген 4 тең 45 азайту 118 қосу 12. X бөлі 4 тең 45-тен 30 азайтамыз 15 болады. 15 4 көбейтсек 60 болады. Келесі 7 көбейту y тең 100 азайту 9. 7-ні y көбейтеміз, 91 болады. 100-ден 9 алсақ, y 91-ді 7-ге бөлеміз, y тең 13 болады. 7-ге 13 көбейтсек 91 болады. 100-ден 9 алсақ 91 болады. Екі жақ бірдей болады. Келесі теңдеу дәл солай. X қосу 40 тең 24 көбейту 3. X-тің мәні 72-ге тең болады екен. 32-ге тең болады, және екі жағым 72 шығады екен. Тең бұл. Келесі 5-ші есеп. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. 13 көбейту алтын баған түрінде 3-ге алтын көбейтеміз 18 болады. Бір ойдағымен 1-ге алтын көбейтсек 6 және 1-ді қоссақ 78 болады екен. Келесі 23 көбейту 4. 3-ге 4-ті көбейтсек 12 болады. Бір ойдағымен 2-ге 4-ті көбейтсек 8 болады. Бір ойдағымен 9 болады. 92 болады. Келесі 27 көбейту 3. 81 болады. 14 4-ті көбейтсек 76 болады. Бөлу амалдарды дәл солай баған түрінде есептеп шығардым, балалар. Енді келесі азайтулар. 1000-нан азайтамыз 479. 10-нан 9 азайтамыздар 1 болады. Мына жерден 1 аласыздар. 9 болады. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 болады. Мұнда 1-ін алған, тағы да алған кезде 9 қалады. 9-дан 4-ті азайтсақ 5 болады. Жауабы 521 болады. 1000-нан азайтсақ 479-ды 521 болады екен, балалар. Қалғандарыны дәл осылай баған түрінде есептеп шығарғанмын, жазып аласыздар. Азайту және қосу амалдарын жазып қойдым. Келесі 6-ші есеп. Қорапта болды. А тапсырмасы. Қорапта болды. Қызыл бөлшектер, көк бөлшектер, жасыл бөлшектер тіркестерін пайдаланып отырып, сызба бойынша есеп құрастыр дейді. Мысалы, қызылды 25 деп алсақ, көкті 39 және жасылды 27 деп алсақ болады. Енді барлығы қанша екен табамыз, және одан алынды 44 болды. Барлығынан бір 44 алынды дейік. Енді 25-30 қосамыз, және 27-ге қосамыз. 91 болады. 91-ден 44-ті азайтамыз. 47 болады. Жауабы барлығы 47 бөлшектер қалды. Енді келесі сандық деректермен сұрағын өзгертіп, жаңа есептер құрастыр дейді. Енді осы сияқты тағы да жасыл бөлшек, қызыл бөлшекті 40, 55 және 28 деп алсақ, барлығын қосамыз. 123 болады. 123-тен 48 алынды. 48-ні азайтпасақ 75 болады. Осылай оған ұқсас есептерді шығарамыз, балалар. Келесі 7-ші есебіміз 215 сантиметр тең неше метр және 15 сантиметр. 1 метріміз негізі 100 сантиметрге тең. Енді 215 сантиметр дегеніміз бұл 2 метр 15 сантиметр дегені. 5 метр 90 сантиметріміз сантиметрмен қанша болады дейді. 1 метріміз 100 болғандықтан 500 болып кетеді, 5 деген сөз. 590 сантиметр болады. 7 метр 1 дециметр, біз неше дециметр дейді. 7 метр дегеніміздің өзі 70 дециметр деген. 1 дециметр қоссақ 71 дециметр болады. Келесі 20 сантиметріміз неше миллиметр болады? 200 миллиметр болады. 240 минутымыз неше сағат? 4 сағат болады. 240-ты бөлеміз 60-ға. 4 сағат болады. Өйткені 1 минутымыз, 1 сағатымыз 60 минут болады. 4 сантиметр 2 миллиметріміз 42 миллиметр болады екен, балалар. Келесі 8-ші есеп. Ұзындықтар 15 миллиметр, 4 сантиметр,
1 миллиметрлік, 29 миллиметр, 62 миллиметр болатын кесінділер сыз. Ең қысқа кесінді ең ұзын кесіндіден қаншалықты қысқа екендігін анықта. Енді біз жерде бұл жер 4 сантиметр 1 миллиметр сызамыз. Мынау сәйкес келеді. Мысалы мына жерде 1 сантиметр, 2 сантиметр, 3, 4 сантиметр. Мына жерде 1 миллиметрді қоссақ, бұл деген сөз 41 миллиметр болады. Енді 15 миллиметріміз бұл 1,5 сантиметр деген сөз. Мына жерге дейін 1 еді ғой, мына жерге дейін 1 еді. Енді 1,5 мына жерге түседі. Сонда 15 миллиметр болады. Ал 29 миллиметр дегеніміз бұл 2-де 9 сантиметр болады. 2 мына жерге дейін 1 сантиметр, мына жерге дейін 2 сантиметр және жерде 9 болады. 2-де 9 сантиметр. Ал 62 миллиметр дегеніміз 6 сантиметр, 3, 4, 5, 6 сантиметр және 2 миллиметр деген сөз. Бұл енді ең қысқасы 15 миллиметр бар, ең ұзыны 62 миллиметр болды. Енді осы екеуінің айырмасын қысқа екендігін анықтаймыз. Ең қысқа кесінді ең ұзын кесіндіден қаншалықты қысқа екен. 62-де 15-ті азайтамыз, 47 миллиметр болады. Сонда 15 миллиметріміз 62 миллиметрден 47 миллиметрге қысқа екен. Келесі 9-шы есеп. Теңдіктер тура болатындай тиісті жерге жақшалар қой дейді. Бірінші А тапсырмасында 9 көбейту 8 жақша аламыз. Оны қосамыз. 12 және бөлу дейміз. Кейін 4 пен қосу 2 жақша аламыз. Тең 72-ні 2-ге қоссақ 74 болады. Келесі 9 пен 8 көбейтіп аламыз, тағы да жақша аламыз. Және қосу 12, оны бөлеміз 4-ге, оны жақша аламыз. Одан кейін қосу 2, жауабы 21, қосу 2, 23 болады. Б тапсырмасында 9 көбейту деп аламыз, 8, 12-ні қосып аламыз жақшаның ішінде. Одан кейін 4-ге бөлеміз. 8, 12 қоса 20 болады. 20-ны 4-ге бөліп аламыз. Бірінші алдымен 5 болады. 9-ды 5-ті көбейтеміз, 45 болады. 45-ті қосамыз 2-ге, жауап 47 болады екен. Осылай жазып қоясыздар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.